Python программалау тілінде жұмыс жасағандықтан, біз Python тілінің әліпбиімен және синтаксисімен танысуымыз қажет. Python тілінің әліпбиі, яғни латын алфавитінің бас әріптерінен, яғни A-ден Z-ге дейін, және латынның кіші әріптері A-ден Z-ге дейін, одан кейін сандар, яғни 0-ден 9-ға дейінгі клавиатурадағы сандарды, сонымен қатар арнайы таңбаларды, яғни тік жақша, фигурная жақша, қарапайым жақша, минус, плюс және көбейту, процент сияқты тыныс белгілерді қолдана аламыз. Python тілінің синтаксисі: жолдың соңына нүктелі үтір қойылмайды. Операторлық жақшалар қойылмайды. Оның орнына бос орын, яғни пробел, табуляция символы, жаңа жолға көшу таңбасы және қос нүкте қолданылады. Программалау тілінің синтаксисі программа жазу барысында сақталуға тиісті тіл ережелерінің жиынтығы болып табылады. Программаға төмендегідей жол жазып көріңдер. Тор, яғни решетка символы программаға түсініктеме, яғни комментарий жазу үшін қолданылады, бірақ транслятор оны аудармайды. Транслятор ағылшынның транслятор аудармашы берілген программалау тіліндегі программалау кодын машиналық кодқа түрлендіретін арнайы программа. Яғни, біз қандай да бір программалау тілінде жазған кодымызды машина түсінетін тілде аударады. Айнымалылар программаның орындалуы барысында әртүрлі мәндерді қабылдай алатын шамалар. Айнымалылар программадағы ақпараттың орналасу орнын анықтау үшін қолданылады. Біріншіден, айнымалының атаулары тек әріптерден, сандардан және астыңғы сызықтардан тұрады. Айнымалы атауында сан бола алады, бірақ саннан басталмайды. Мысалы, A5 деп айнымалық атау бере аласың, бірақ 5 деген атау бере алмайсың. Айнымалының мәндері сандар, әріптер, сөздер, символдар және тағы басқа объектілер бола алады. Бұл айнымалының мәндері. Бірінші айтқаным айнымалының атаулары. Үшіншіден, айнымалыны құру үшін ең алдымен оның атын жазу керек. Одан кейін теңдік белгісін қойып, айнымалыға мән беру қажет. Мысалға, A тең 7. Мұндағы A айнымалының аты, 7 айнымалының мәні. Мысал, my for Python, hello Python. Мұндағы my for Python айнымалының аты. Hello Python бұл айнымалының мәні. Енді функцияларға тоқталып түсіндіріп өтетін болсам, int функциясының мәні бүтін санға түрлендіреді. Яғни integer деген сөзден түбірден шыққан, яғни int деген функция бүтін санға түрлендіреді. Input пернетақтадан деректерді енгізу үшін кірістірілген функция. Яғни input бұл қандайда бір айнымалының енгізу. Print функциясы мәліметті экранға шығару үшін қажет. Яғни қандайда біз айнымалыларды жазған кезде соның мәнін экранда шығару үшін print функциясын қолданамыз. Сіздерге int және input, print функциялардың қызметін түсіндіру үшін есепті шығарып көрсете. Бірінші A тең int жалпы жазылым түрі input A мәнін енгіз. A-ны енгіз. A-ны енгіз. Енгіз. Келесі V тең int input бұны енгіз. Енгіз. Қақшаны жабамыз. Print осынды. Осынды. A-бұның осындысы керек. A-бұ мәндері. Енді бұл жерде A-ны меншіктеп аладық. Int бүтін сан, input енгіземін. Яғни input тақтаға біздің экранға шығару сөзі. Яғни біздің қандайда бір сөз жазсақ, соны экранға шығар. Яғни A-ны енгіз деген сөзді экранға шығар. A-ның мәні бізде бүтін мән болады. Келесі видеоде солай. Int B-міз бүтін мән, V-ны енгіз деген сөзді экранға шығару үшін input деген сөзді пайдамыз. Яғни V-ны енгіз деген сөзіміз экранға шығып,
шығарады. Экранға v-ны енгіз деген сөз шығады. Print қосындысы. Яғни соңында a-ға және b-ға мән берген кезде екеуінің қосындысын экранға шығарады. Print. Запуске берем. Тақта деп тұр. Окей батырмасын басам. Міне аны енгіз деген сөзіміз шықты. A-ға қандайда бір мән береміз. Мысалы 9 деген мән берек. 9. Enter'ді басамыз. V-ны енгіз. V-ға да бір мән береміз. Мысалы 3. Enter'ді басамыз. 12. Яғни A-ны енгіз дейді. A-да бізде бүтін сан. Онына жерде int деп көрсетіп тұр. A-ны енгіз деген сөзді шығару үшін біз input функциясын қолдандық. Келесі дәл солай v-ны енгіз деген сөз шығару үшін input функциясын қолдандық. Және бүтін санымыз біз int көрсетіп тұр. Яғни integer. Яғни print қосындысы, яғни a-b-ның мәнін шығару үшін print деген сөзді, яғни функцияны пайдаландық. Соңында 9 бен 3-дің қосындысы бізде 12 екенін көрсетіп тұр. Келесі есеп. Дәл осы есепке ұқсас, енді осы жерде a-ға есеп берек. A тең A қосу 1. Яғни A-ға қандайда бір мән бергенде соған 1-ді не істеп отырамыз? Қосып отырамыз. Келесі V тең V қосу 1. Яғни мына жерге 9 берсек 9-ға 1 қосып 10, 12 берсек 12-ге 1 қосып 13 деп есептеп шығарады. Запуске береміз. Сохранить деп тұр. Окей. Міне A-ның мәнін енгіземіз. Жаңа алдыңғы есептегідей 9 деп енгізейік. Келесі V-ға мән берек. Дәл солай 3 деп енгізейік. Қосынды 14. Себебі біз A-ға, яғни A-мыз 9-ды енгіздік. Мына жерде формула бойынша 9-ға 1-ді қосады. 10 болады. V-де біз 3 деген мәнді бердік. 3-ке 1 қосады. 4 болады. Яғни 10-ға 4 қосқанда қосындысы 14 шығады. Түсінікті болды деп ойлаймын.